Тақырыпқа кіріспес бұрын бірнеше терминдермен танысып өтетін болсақ. Азимут бұл белгілі бір затқа қарай жүргізілген бағыт пен солтүстік бағыттың арасындағы бұрышты айтамыз. Азимут түспағардың магнит тілінің солтүстік басынан сағат тілінің айналу бағыты бойынша 0 градустан 360 градусқа дейін есептелінеді. Тұспағар, яғни компас, бұл көкжиек тұстарын анықтауға арналған құрал. Көкжиек дегеніміз жер мен көктің түйіскен жерін айтамыз. Ал бағдарлау дегеніміз жергілікті жерде көкжиек тұстарын табу. План дегеніміз жер бетінің шағын бөлігін белгілі бір масштабқа сәйкес кішірейтіп, шартты белгілермен бейнеленген нұсқасын айтамыз. Оның картадан басты айырмашылығы планда жердің шар тәріздес екендігі ескерілмей, тегіс деп есептелінеді және де ірі масштабта жасалынады.